сәлем, мен сізге бүгін өте оңай жасалатын және де өте әдемі дастарханда жататын лупи-пай пирожныйның жасалу жолының ең оңай түрін көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға осындай шоколадымыз бен сары майымызды салып аламыз да водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Одан кейін құрғақ ыдыстарымызға осылай жұмыртқа мен шекерді салып аппақ масса болғанша жақсылап осылай араластырып аламыз. Кейіннен үстіне жаңағы ерітілген, бірақ кішкене суытылған шоколад пен сары майды қосатын боламыз. Кішкене суымаған болса, біздің жұмыртқамызды пісіріп қоюы мүмкін. Осыны біркелкі масса етіп, жақсылап әдемілеп миксерлеп аламыз. Және де үстіне електен өткізілген ұнға какао разрыхлительді араластырып қоямыз да, осылай аз-аздан сала отырып, біркелкі әдемі масса жасап аламыз, қыздар. Міне біздің тестамыз дайын болды. Мен осы тестаны 3 бөлікке бөліп, 4 бұрышты етіп, пергамент қағазына құйып пісіріп алдым, қыздар. Менде пергамент қағазы Поклан, үнемі осыны қолданамын, ешқашан жабыстырған емес. Качествосы сіздер де мықтысын алыңыздар. Именно Поклан болмаса да. Немесе 4 бұрышты емес, домалақтап, сразу формаға келтіріп те пісіріп алсаңыздар болады. Мен заказға дайындағандықтан тура шығу үшін үнемі 4 бұрыштап, кейін барып ортасын бөлетін боламын. 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Одан көп ұстамаймыз. Көп ұстасаңыз кеуіп кетеді. Корждар піскеннен кейін суытуға қойып қоямыз да, ортада біз крем дайындап алсақ болады. Крем дайындау үшін ең бірінші сахарный пудра мен творожницаны жақсылап біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Кейіннен холодильниктен шыққан мұздай сливки де осылай көпіршеміз миксермен. Кішкене араластырғаннан кейін үстіне творожный сырды жаңағы қоспамызды аз-аздан сала отырып, бұны да біркелкі масса еткенше жақсылап араластырып, крем өз формасын ұстайтын әдемі крем жасап аламыз. Креммен жұмыс істеу оңай болсын деп мен кремді кондитерский мешокқа салып алдым. Сіздерде ол міндет емес, ортасына тек қана қасықпен жақсаңыздар да болады. Осылай жағып аламыз да, енді бізде корждар да кремде дайын, енді жинауға кірісетін боламыз, қыздар. Осылай дөңгелекшелерді қойып шығып, дәл видеодағыдай үстінен крем жағып, үстінен тағы бір корждарды қойып аламыз, қыздар. Қыздар, менің арнамда красный бархат пирожныйларының да рецепті бар, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Екеуі бірге тұрса, дастарханда өте әдемі ашатын болады. Дайын болды. Енді бұның үстіне шоколадты микроволновкада ерітіп құятын боламыз. Ал оформлениесі өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен дәл видеода көрсетілгенше кішкене креммен және апельсинмен сәндедім. Қыздар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнама жазылып алсаңыздар, өте қызықты рецепттер өте көп болады.